көсөгөнгө көрсін айналайын. Алла тіл көзін сақтасын. Ал енді тілегіміздермен қарай жалғастырса, қадірлі көпшілік, өкпе жесе ет іздемейтін, өгіз мінсе ат іздемейтін, көтеремнен тұлпар, көгершіннен сұңқар шығып жатқан заманда шынайы досты табудың өзі қиынға соғатын, ол мен айтпасам да белгілі. Қазір ортаға шығатын кісілер етінен ет кесіп алсаңдар тым кетпей қабылдап, қиын қыстау заманда қол ұшын беруге дайын тұратын осы әкеміз бен анамыздың үзеңгілес достары, класстастары Батырғали, Базаргүл, Нұрлан, Гүлзия, Малдыбай, Толқын, Нұрболат, Гуля, Қанат, Қасымбеков дейді. Бүбіш атты кісілер ат аталған, аталмай қалған класстастар, достар ортаға келсеңіздер. Отбасылық достарды бірге қосып шақырып жүрсе қалай болады екен, Маржан әпке? Ал кетті, класстастар келіңіздер. Билеп. Ал, қош келдіңіздер, класстастар, достар, ақ тілек өздеріңізді. Енді реті келсе, бір староста, бір атаман, сосын сіздердің кездеріңізде болған дейді, бит тексергіш деген болыпты ғой, е? Қазір қызық. Ал, кім? Аха, нақсы, хор айтқызай деп отыр қойдым сіздерге қарап. Аха. Асап атыңдым? Өте тамаша бала екен, бір қол соғып қойыңдаршы, бір асап боласы осындай болсын. Той жақсы басқарып болсын, молодец. Рахмет, Албанның баласы ғой. Приз. Асабаға приз, точно приз. Молодец балам, бақытты бола ғой. Міне, тойды бір әйбат өткізіп жатсың. Мен асаба болып кетіпсің. Рахмет балам. Зарқан, мынау саған. Қамсорып қайда кетті? Талайлы қайда? Мә ғой. Жоқ, біз қорқамыз, біздің алға тұрып берді мұндысыңдар. Ал енді қалайық, осыдан бір жеті бұрын Сұлтан деген азаматымыз, кластасымыз қайтыс болды, бәрлеріңіз білесіздер, сол бір еске аламыз ба деп отырмыз. Осы тойға сол жігіт жақсы дайындалып еді. 60-ға кеп, тойын жасап, баласын үйлендіріп кетті, бір жеті болып, бақилық болып кетті арамыздан. Ол жігіттің енді жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, өзінің көрмеген қызын бала шағасына көрсін, бір класста оқып еді. Ал енді өз жерде бізде сценарий бойынша сөйлейміз. Балам оған ренжіме, Гүлзархан сөйлейді, берге Гүлзархан. Староста, осы қыздың тәрбиесін алдық қой біз. Комсорг. Сен сол кезде сайлаған шығар, сендерді мен сайлаған жоқ қой. Құлайқан дәте сөйледі, оғысы марқым болып кетті. Директор, осы едік ағай сайлаған шығар мына. Ернардың әкесі марқым болып кетті. Біреуің старосты, біреуің комсорг сайлады. Сендердің арқаласында қандай болып отырмыз міне? Балалы шағалы болып отырмыз. Давай өзің. Ойбай, кейін болған админ келе ғой. Поштаның бастығы. Бір ауылда поштаны ұстап тұрған қызымыз. Ал енді мә. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін мына біздің Ернарымыздың 60 жылдығына бәрілеріңіз келіп отырсыздар. Бұл жерде өңкей жаңағы бір өте жақын туысқандар, әріптестер бәрі келіп отырсыздар. Бүгін мына Ернардың 60 жас мерейтойы құтты болсын, дені сау болсын. Мына үлкен кісілер айтқандай Бибігүл екеуінің тең қартайсын бір жастықта бастары. Мына көріп отқан немерелерінің, шөберелерінің дені сау болсын. Міне жақында өмірге келген кішкентай нәрестеміз Жәнібектің дені сау болып осыларға Бибігүл мен Ернардың еңбегі жанып, сол бала аман есен болсын, артынан немере шөбере ере берсін. Бұл енді Ернардың бірінші немересі емес, Нұржан мен Маржаннан бар ғой үлкен немерелер. Ол енді қыздың баласы жиен деп, бұл енді өз немересі деп отыр. Бауы берік болсын. Бәрлеріңіздің осы тойға келіп, қуанып, күліп, осы тойды
бәрлеріңіз жан жақтан поддерживать етіп отырсыздар. Бәрлеріңізге рахмет. Жаңа бізді оқытқан ұстаздар отыр, Тұрсын Күлтәтей. Бәрлеріңіздің дендеріңіз сау болсын, бала шағаларың қызығын көріңіздер. Осы Ернар мен Бибігүлдің той бәрлеріңізге жұғысты болсын, аспаны ашық болсын. Жаңа Серік айтып отыр, өзіміздің класстас жаңа сұлтанымыз осыдан 10 күн бұрын осы Ернардың тойына деп өзі жан досым деген әнді айтам деп дайындап жүріпті. Ол енді жаңағы Тұманбай Молдағалиев ағамыздың Ернардың әкесіне Ерік ағамызға арнап айтқан әні, жазған ән екен. Соны енді біз біраздан кейін орындап береміз. Бәрлеріңіз тойға ұлассын, елдеріңіз сау болсын. Ернар мен Бибігүл аман есен, тойы тағы да құтты болсын. Ал енді Ернар бүгінгі келіп жатқанына жаңа жас 60 жасың құтты болсын. Бибігүл екеуің бір жастықта қартайыңдар. Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Алланың назарында, бақыттың назарында ұзақ өмір көріңдер. Немере сүйіп атсындар, немерелерің жасы ұзақ болсын. Артынан топырлаған нәрестелер көп болсын. Маржанымыз да қыз өрістейді ғой, өрістеп жоғарлай берсін, балапандар аман болсын. Тек балаларың сендерге қуаныш сыйласын. Ернар, кластасым, досым, мерейтойың құтты болсын. Бибігүл екеуің әрқашан осындай достарың көп болсын. Тойдан тойға жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Серік аз сөйледі өтір. Арамыздан шыққандар бар. Кандидат, филолог ғылымдарының кандидаты, доктор. Осындай азаматтарды біз айтпағанда кім айтады? Өзіміздің ауылдан шыққан азаматтар ғой. Сәкен. Ең үлкен атақ біз Ернардың класстасы Бибігүлдің, солай ғой. Ал енді ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін мынау Құлжаның күре жолының бойында, Аспан таулардың баурайында біздің Ернар досымыздың әдемі тойы өтіп жатыр. Ереке, сен 60-қа асықпай, алқынбай кеп 60-ның ауласына ат шалдырып жатсың. 60 кеткенің емес, жеткенің тойы. Шаңырағыңды тіктеп, керегеңді бекітіп, оғыңды ілгеннен кейін 60-қа мен қалай жеттім, кіммен жеттім, немен жеттім деп Бибігүл екеуінің есеп берген тойларын. Бағаны бір жақты әдемі келдің, жақсы келдің, жора жолдас жинадың, құда жекжат жинадың, еліңе сыйлы, абыройлы қалпында жеттің. Біз соған қуаныштымыз. Міне жерде мен бір кішкене айып етпеңіздер, асап айып етпе, бойым қысқа болса да сөзім ұзын. Көкшетау деген әдемі қала бар. Көкшетау деген әдемі қалада Ергеш деген әдемі ағамыз бар. Айман дейтін сұлу жеңгеміз бар. Мен пенде өстіген кезде, Еркеш ағам келе жатқан кезде біздің қыздардың бәрі ең әдемі көйлектерін киіп мұғалімдер жүгіріп шыға, сонда айтам, ай құр қалдыңдар деп Айманды алып қойды. Сол аға жеңгемізбен жаңа телефонмен тілдесіп, сәлем айтып жатыр, той құтты болсын. Мына Едік ағаны жаңа айтып отырмыз ғой. Алашұлықты қазақтың азаматы, Әнипа апамыз, ұстазымыз, бәріміз сол кісілердің сабақ алдық, дәріс алдық. Біздер қазір белгілі бір дәрежеге жетіп olsak сол ұстаздарымыздың, мына жерде Тұрсынкүл апай отыр, Мәлік ағамыз, тағы басқа жаңа Қайыпбек ағамның ұлы жүр. Қуаныш құтты болсын өлеттеріңіз, ереке, той құтты болсын. Қазақтың ақтеңгер ақыны Нұрлан Оразалин былай дейді: ауырғаны батқанда сәл басыңның, қандай жақсы болғаны жалғасыңның, иіскеп тұрып ұлыңды кешіресің, досың түгіл кетіскен жауыңды да деп. Ұрпағың аман болсын, тойларың құтты болсын, аманшылық болсын. Ал енді ереке, мынауыңды берейін, бәрі маған беріп қойды ғой. Бір жағынан көршіміз, бір жағынан класстаспыз Ернармен. Осы кішкентай кезімізде осы ащы бұлақтың таза суын ішіп, бұлақтай таза суын ішіп, таудың бөктерінде таза ауа да бірге кішкентай кезімізде бірге өстік. Ернардың папасы Едік ағамен менің әкем Тұрсынғали сыйлы болдық, бір-бірімізді сыйладық. Кішкентай кезімізден бірге өстік. Сендер бізге ыстықсыңдар. Денсаулықтарың болаттай мықты болсын. Балаларыңның жақсылығына бөлене беріңдер. Таудай жігіт болсын. Кішкентай немерелерің денсаулықтарың мықты болсын. Бақытты өмір, баянды өмір тілеймін сендерге. Бақытты болыңыздар. Ой, рахмет, ары қарай. Ой, мына біздің атаман сөйлемесі болмайды.
Әрине мен сөйлеспеске. Одан сендердің қарағанда қалада көп жүрдіңдер. Одан қарағанда шағымыз бен топырағымыз бірге өстік ернармен. Әр күніміз, әр минутымыз бірге өстік. Кейінгі кезде темекі егіп, пода ектік. Ондайды әлі сендер ешқайсыны көрген жоқсыңдар. Ернар, туған күнің құтты болсын. Жасың ұзақ болсын. Бала-шағаң қызығын көр. Мына немереңнің жақсылығын тойын бәріміз бірге көрелік. Көпшілік болсын. Бәріңізге рахмет. Ернар досының тойына келгендеріңе аман болайық, барлығыңызға денсаулық деймін. Ой, рахмет. Ары қарай жалғастырайық. Атамандар бар ма? Рахмет. Атаманның бойы ұзын екен, биіктен басайын оңай екен ғой. Секебай старшыдан әбден таяқ жегенсің ғой деймін кезінде. Мектепте бұзық болғасын ғой. Соның көң ылғи да старшыды бірінші сөйлесін дете старшыны шығарып қояды. Оның көң қатты көп алатын пошта арқылы. Поштаны екінші сөйлетеді. Ал ереке не деймін енді? Мынау жасап жатқан тойың құтты болсын, жастарың ұзақ болсын, аман болыңдар. Әрқашан осы үйлеріңде той болсын, әкеңнің жасына кел, Едіге ағаның жасына. Сол, рахмет. Ой, рахмет. Ағайсың бар. Соңғы партада отырады деп қойсаңыз. Айта бар. Осы істен кейін қосылып билейміз ба? Бүгінгі тойды Ернар мен Бибігүлге балалары жасап беріп жатыр ғой. Ал мен 90 жылдықтарын Жәнібектің жасап берген осы тойдағылардың барлығы сол тойда аман есен отырған. Әумин. Ернар, Бибігүл, міне балаларың мен қыздарың мерейлерін тасып тастап, жаңа көріп жатырмыз. Біздің Маржанымыздың өзі чостой. Тіл көзден аман болсын. Көзіміздің алдында өсті ғой. Баламыздың өзі міне көріндер ме, немере сыйлап отыр. 60 жасқа келіп, жан-жағыңа қарап 60-қа келдің. Ақсақал болдың, Ернар. Жан-жағыңа қарадың, туысқаның, достарың, бұдан асқан байлық жоқ көкем. Жан-жағың доспен қайладың. Міне біз сияқты достарың, осы сияқты жекжат тұрақтарың аман болсын. Екеулерің бақытты болыңдар. Жаңа сөйлеген мұғалімдерді ұмытпа, Бибігүл, мақұл ма? Еңбегі бар ғой. Көтеретіндерің көтер құрсын. Ал енді асыға. Ой, рахмет. Рахмет. Ал енді қалғанымыз қосыламыз ба? Келіңіз. Біз енді жаңа айттық қой, ән айтаймыз дедік. Сол Тұманбой Молдағалиевтің әні, жаңағы сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні. Ал келіңіздер. Жан досым. Екінші микрофон шығар кішкене, қатты емес. Табылатын қасынан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейміз, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, істен болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Құс-құсағы секілденіп ағаштың, гүліміздің сырымызды санаштық. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, бір сақта бірге жүріп адастық. Жан досым, істен болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Рахмет. Әншілерге приз берейік. Әншілерге, Маржан әпке қайдасыз? Әншілерге рахмет, көңілдеріңізге рахмет, ниеттеріңізге рахмет. Орталарыңыз азаймасын, орталарыңыз азаймасын. Рахмет, жүз жасаңыздар. Суретке түсейік. Алдарыңызда 8-ші ө класының жігіттері. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Толқын орта мектебінен толқын әні қабылыңыздар. Келіңіздер, ортада би болсын. Кәне! Көрдім де бірден қадалдым, ұрлады есті жанарым, сұмдық қой мына билерім, жаныңа таяу барамын. Толқын шаштарың, иілген қара қастар, қабағың
90'da 78'sin. Sen özgelerden bötensen, şekerge tegi almayman. Sen tek menin teksen. Dolgun şaşlar, eğilgen kara kaslar kavagangay. Kassa otday, karagana şoktay janarangay. Dolgun şaşlar, eğilgen kara kaslar kavagangay. Kassa otday, karagana şoktay janarangay. Toyunuz kutlu olsun. Yıllara gevşetken şansınız uğurlu olsun. Dolgun şaşlar, eğilgen kara kaslar kavagangay. Kassa otday, karagana şoktay janarangay. Dolgun şaşlar, eğilgen kara kaslar kavagangay. Kısta otday, karagana şoktay janarangay. Ay bereketi ortadan ketpeymiz. Сақтасын. Рахмет. Шаттықта, қуанышта тойда кездесек. Ал енді рұқсат болса дастархан басына жайғасып алыңыздар. Осы енді бүгінгі тойда 60 жас болғаннан кейін жалпы жас үлкен кісілер көп. Сіздер палатканың тойын үйде болатын, есіктің алдында болатын тойларды біраз көрдіңіздер. Карантинде біз де көрдік палатканың тойын. Енді мен тәуелсіздіктің құрдасы болғаннан кейін біз де сәл ес біле бастаған кезде палатканың тойын көріп қалдық. Сол кезде палатканың тойында аталар былай тілек айтып жататын. Айналайын көпшілік, айналайын, ернар бейбігіл, жақтарың түскенше жаманшылық көрмеңдер айналайын. Тасбағаға жөн шыққанша жаманшылық көрме. Менің атымнан енді 500-600 адам, 700 адам болады. Деу, бүкіл көп адамның көзінше адам. Менің атымнан ернар бейбігілге бір құлынды бие сауғышсын, алдансын. Менің атымнан бір құлынды бие деп атамыз мақтанып жатады ғой. Сол кезде атамызды апамыз кемпірі шымшып түртіп қалады. Сол кезде атамыздың айтқаны ғой, қасқыр жек бітпесе аласыңдар ғой. Тәуелсіз елімізде той көп болсын. Тәуелсіз елімізде той көп болып, дастарханда нан көп болсын, айналайын, нан көп болсын деп. Не үшін айтады десем, жоқшылықты көрген кісілер екен ғой. Бір түйір нанның қадірін білген кісілер екен. Той көп болсын, айналайын, адал дастархандар көп болсын деп. Сол дұға тілектің бәрі қазір қабыл болды. Өйткені қазір той көп. Тойдың, тіпті дұғаның, тілектің қабыл болған соншалық, жаңа карантинде той жасауға болмайды десе де жасадық. Тығылып, қашып, өйтіп. Дұғаның қабыл болған, тілектің қабыл болған соншалық. Нан көп, қараңыздаршы. Бауырса, лепешка, самса, мәнті, оны таппай қалатын еді, оны ұмытып қалатын, біз көрдік енді. Міне бәрі нан, негіз бағана бұдан да көп болған, сіздер кішкене жеп қойған сияқтысыздар. Міне той көп қазір, Аллаға шүкір. Сосын арақсыз той көп, адал дастархандар көп болсын деп жатады. Ал енді нан көп болды, нанның тәттісі торт жеп жүрміз. Торттың қазақшасын кім біледі? Торттың қазақшасы бәліш, дұрыс емес? Тәтті нан. Ау! Төрт дейді. Мәне, шапалауға тәтті бәліш дейді, тәтті бәліш. Дұрыс емес. Бал гүлші, ал кеттік ал. Бал гүлшені тартып өтейік. Өмірлеріңіз балдай тәтті болсын деген ниеттен. Вечера? Именинник сегодняшнего вечера.
бүгін келіңіз қошемет. сенің туған күнің зор денсаулық тілеймін. Өмірлеріңіз торт сияқты тәтті болсын. Алтын пышақпен келіңіздер. Масқаралы алпысқа келген кезде жастық шаққа. Тұра тұрыңыз аға, мұсылманбыз ғой. Мен де бір атаның баласымын. Қазақ пышақпен бірдеңе неғылған кезде жаңа бата береді. Әумин, қолдарыңыз жайыңыздар. Альхамдулилля, мен мұсылманмын. Ничего, перегар шығып тұрса да мұсылманмын деген кісі жайымыз. Әумин, ол торттар, ей әдемі торттар. Сендерде жазық жоқ, бізде жазық. Басын қола арап, бисмилля, Аллаху акбар. Тәтеміз бірінші ұстасын, сіз қолының сыртынан ұстаңыз. Мен махаббат жайлы оқи берейін. Сіздердің кездеріңізде торт болды ма, или юпи болды ма? Болмаған, Міне, бала-шағаға рахмет. Махаббат деген шарайна, сындырып алма абайла. Махаббат деген биік тас, оған ешкім шыға алмас. Шығады оған тек қана қол ұстасқан екі жас. Гүлденген әлем, ернардан бибігүлге сәлем. О махаббат, махаббат, сағынбаса несі махаббат? Лапата күрек, сердце жүрек деп. Қатем болса кешір, өшіргішпен өшір, өшіргішпен өшмесе шын жүректен кешір. Бейбігүл тәте аздан сасаңызшы, ошақтың аузына көмір сабатсыз ба? Мәні не деген махаббат, қошемет қайда, қошемет? Мәні Сені сүйем Сіз вообще дәу қып салдыңыз ғой аға? Алып келіңіз, жоқ, ұстаңыз. Енді әдемі той болып жатыр, күшті той болып жатыр. Бәріміз енді Алла тіл көзін сақтасын, қызығып жатырмыз. Кейбір енді андай той иелеріші добрый бола ма, или ішпағаннан кейін ба, маған да тоқтасат жүреді. Оны не үшін айтып жатырмын десеңіздер. Ой, түу аға, так неожиданно. Куликовский ғой деймін. Сөйтіп жаңағы сөйлеп жатсың ғой деп бір балаларыма, Маржанға, Саянға су әкеп беріп сөйтіп жатады әйтеуір. Сосын салфетка әкеп беріп сөйтіп жатады. Жарайды. Аға. Бұл кісен дейістеді бұл кісен. Бір ашылсам. Дұрыс. Атаман жесін. Бәсе, көзім бақырайды қойдым сізге қарап. Тәтті ме екен атаман аға? Конечно, тәтті бол. Ой, рахмет. Рахмет, көңіліңізге рахмет. Мән жегенсіз ба? Рахмет, көңіліңізге рахмет. Бұл кісі көзін жұмып жүре ма? Өзі сондай екен ғой. Рахмет. Саян мен Маржан қайда? Күйеу бола, келін қайда? Келініңіздің аты кім тәте? Аты Фатима. Фатима? Фатима. Үйде ма? Бәсе, кім жоқ десем Фатима жауырды? Тайын адамсың өтір соғы жүрсің. Кім Саян қайда, Саян? Саян бет, Нұржан. Мына кісі не ма? Дұшпай, күйеу бола. Жұғысты болсын, сізде алпысқа келіңіз жездеке. Өзіңіз жей бердіңіз, өте. Мына кісіге берсеңіздер. Өйткені керісінше жұғысты болсын. Мәні, қараш. Керемет, тамаша. Сіздер де алпысқа келіңіздер, осы кісілер сияқты тең қартайыңыздар, Алла қаласа немере сүйіңіздер. Жаңағы қара балаңыз қайда кетіп қалды? Жарайды, бопты. Далада ойнап жүрген, шор ойнап жүрген. Рахмет, жездеге жайғасып алыңыздар. Рахмет. Алпысқа енді толайын деп атқан кім бар? 59-да. 59 жарымның үстінде бүйтіп тұрған. Құрдастардан. Жұман бар, Тәліп бар, Талайлы бар, Остасым бар, прачкалар. Жоқ, құрдастардан. Келіңіз, сізде толыңыз Алла қаласа. Мына тағы торт салып алайшы, сұрап алды ма деп айтады ғой. Тағы торт салайық. Тәте, сізде толыңыз Алла қаласа. Жұман мен Тәліп шықсын. Жұман аға жоқ, өзіне берсеңізші. Болды, нан ұстаңыз. Тәте келіңіз, жоқ, мына кісіге беріңіз. Қатты ұстап алғандай тәтенің. Нан сіз жеңіз Алла қаласа,
наны бүйтіп жейсің, үйіңізге апарасыз да таңертең аш қарынға бір қасық жейсіз. Ана жаққа барып нанға қосып ұрып алыңыз. Не ғой тәте, 60 жасыңыз жасайсыз ба, тамада таптыңыз ба деп қой. Ертерек не қоймайсыз ба, қазір тамадалар бос болмайды ғой көбіне. Октябрьде ма? Болды, өзім басқарам. Ертерек алып қойыңыз, ана нелер, бұл не емес, менеджерлер өтіріктен соғады ғой бір құлақтан демекші. Орындар саны шектеулі. Тәте. Сіздің 60 жасыңыздай, жігіттер, қыздар. Құлатамаңдар, тортты құлатып мына жерде жерді жалап жүрмейік бәріміз айналайық. Абайлан, түсір болмаңдар. Қонақтар кеткен соң өзіміз отырып, шаймен ішеміз. Кемеген адамдар жамандап, көйлек жарасса құдай бір соғатының деп шықпайды. Жеңгелеріме көп араласам, көп ойнаймын, соған айтып отқаным ғой. Ал енді, сен қайдан келдің? Бар, ойнап жүре бер, бар, ойнап, бар. Бар, сөзге түсінген бала. Енді бізге ер азаматтар керек. Қимыл іс-әрекеті тез. Класстастардан аға. Қимыл іс-әрекеті тез. Майлы қанат бар. Серік бар едіке. Майлы қанат аға. Майлы қанат деген кісі қайда? Келіңіз. Майлы болғанда да майлы кел. Май жалын қызыл болмайды нет деп отыр. Тағы, қимылы жылдам, шапшаң. Тоқтасын бар сол баяғы өзінің. Тоқтасын аға. Жоқ, бағана шықты ғой, бағана шықпаған. Ойынға шықпаған, приз берейік. Енді, мына біреу жаңағы ішіп жатқан кісілерден шақырайықшы, ол кісілерге де интересно болсын. Жаңа арақ құйып отқан бажаманы Серікбай. Көкірбашқадағы ма? Аты кім ол кісінің? Серікбай құда! Серікбай бажы! Сеге! Мен әйелім тасына кетейін десем, сен қимайын бажы. Бажы! Аты кім? Серікбай ма? Серікбай бажы! Келіңізші? Серікбай демін санамайды. Серікбай! Келіңіз. Көзім көрмейді. Келіңіз. Сізді айғайлап жатырмыз бағанан бері. Так, бажаңыз, тақ бажаңыздан біреу бар ма? Или... Қуат бажам бар. Қуат бажа аты сондай ғой, Өз сөйлесіне ме? Қуат ағамыз қайда? Қуат бажа. Қуат ағам! Далада ойнайым ол кісі. Так, сіздің коллективтен кім бар? Коллективтен тәте. Так, енді екі адам болса болды, коллектив. Ғабиден деген дәу жігіт бар, ұзын бойлы. Қайсысы? Ғабиден деген кісі. Ғабиден. Далада екен, мұрны бұқ жауады. Ағат бар. Талғат аға қайда? Талғат аға. Келіңіз. Так, жоқ, сіздің коллективтен ғышыдан беретін мұғалімдер бар ма? Сіздер екеуіңіз бір жерде істей ме? Сондай ма? Асқат деген кісі келіңіз. Қазір. Қанша адам болды? Бұл жетеді ғой деймін. 2, 4, 5, 6. Енді бір адам. Дидалет. Кел. Сіздер отыра беріңіздер. Той иелер отыра беріңіздер. Енді сіз бажаңыз үшін бәріне дайынсыз ба ата? Әрине. Сіз дайынсыз ба ағам үшін? Сіздер ше тұрасыз ба? Дайын. Сіздер де тұрасыздар ғой, дайынсыздар ғой. Ернар ағам үшін тұрасыз ғой. Онда осылай тұра тұрыңдар, қазір мен келемін. Келіңіздер. Ортаға тұрыңыздаршы жігіттер, ағалар. Келіңіздер. Өзі қазақта 17-16 жас пен 60 жастың арасын жігіт деймін. Круг болып тұрыңыздар, шеңбер болып. Бір-бірлеріңізге жақын. Сіздер ешқандай билемейсіздер, жүгірмейсіздер. Бір әдепті ойын болсын, әдепті ойын. Ал енді бір-бірлеріңізге өте жақын тұрсаңыздар жақсы болар еді. Енді оңға бұрыласаңыздар, оңға бұрыламыз. Сол болды, алдыңғы адамның иығына қояйын.
Аха. Bir-birlerinizге жақынырақ тұрсаңыздар жақсы болар еді. Жақынырақ. Аха. Сол қолды, аха. Серікбай аға, сол қолыңыз осы. Аха. Қазір енді оң мен сол шатастырмайды ғой, шығатыр ғой шатастырмайды. Ал енді кім жылдам дедік, бір бас киімнен ұстаңыздар. Bir бас киімнен ұстаңыздар. Бас киімнен ұстаңыздар. Аха. Келіңіздер мінекей. Киіп алыңыздар, бастарыңызға киіп алыңыздар. Аха. Ой, Макс уже нахаду боқтап жатыр. Аха. Келіңіздер, ұстап алыңыздар. Киіп алыңыздар. Бастарыңызға. Енді қазір пәрменді тыңдап жеріңіздер, пәрменді. Bir деген кезде алдыңғы адамның бас киімін ұстаймыз. Екі дегенде өз бас киімін ұстаймыз. Үш деген кезде алдыңғы адамның бас киімін үш деп айта берген кезде тоқтамай ауыстырып кие береміз бас киімімізді. Төрт деген кезде өз ақырын айтам қазір. Ал кеттік ал. Bir. Аха. Тез қимылдау керек, қолдарыңызды өздеріңіз түсіре саласыздар. Қолдарыңызды түсіріңіздер. Аха. Қол жібереміз. Аха. Осылай, аха. Ал кеттік ал. Қайтадан. Bir. Аха. Кішкене былай үсті жағынан ұстасаңыз ыңғайлы болады, шешіп киюге. Аха. Екі. Өз басын ұстаймыз. Екі дегенде ата. Өз басын ұстайсыз. Аха. Bir. Екі. Bir. Екі. Аха. Үш. Наксы деген аха. Үш деген кезде бас киім бермеді ол Наксы. Аға кигізесің дейді Наксы. Жоқ, олай емес. Үш, аға атыңыз кім болады? Серік аға. Үш деген кезде алдыңғы адамның бас киімін киеміз. Аха. Үш десем тоқтамай кие бересіздер ме, ауыстырып? Ал кеттік ал, көрейін. Екі. Екі. Не істемей жатыр дейді? Конечно, арақ істетпей қойған. Ал кеттік ал. Екі, өз басымыз ұстаймыз. Екі, өз басымыз. Bir. Аха. Екі. Bir. Екі. Үш. Ё-май. Анаксы басын жібайын болды. Үш деген кезде бас киімді ауыстырып кие береміз алдыңғы адамның бас киімін. Сіз түсініп отырсыз. Үш деген кезде ана бас киімді кие бересіз. Аха. Ал кеттік ал. Жас балалар түсінетін еді, таксилердің шынымен. Давай сіздер қартайып келатыр деп, әйелдеріңіз күліп жатыр, сіздер қартайып жатыр деп. Давай кеттік ал. Үш. Үш деген кезде мына бас киімді өзіңіз киесіз. Ана бас сіздерге кие. Ой, тоба, қай күнәмен жазылды екен таксилер. Давай кеттік. Үш. Тоқтамаймыз. Үш. Тез. Үш. Ё-май. Сізге не жоқ, Наксы кім жап-жас болып сіз болып атсыз ғой. Мама. Давай кет. Атыңыз кім сіздің? Асекен. Үш деген кезде мына бас киімді киесіз өзіңізге. Давай кет, қайтадан киіңіздер, тұрыңыздар. Сап. Нені бұзбай? Ана кісіге үйретіп қойды, өзі шатасып отыр ол кісі. Ал кеттік ал. Үш, осылай. Айналайын. Маяға деп бұл ғой, атыңыз Маяға. Қанат аға, Маяға деп бұл ғой. Сіз бас киімді жіберсеңізші. Серік аға, сіз Максының шашын жұлмаңыз, бас киімін алыңыз. Өз шашы тазайын болады. Үш кеттік ал. Үш, түсіне бастады. Ой, Алла, тоба. Үш. Аха, үш. Мынау не? Үш. Мына. Стоп. Бол, Серік аға. Рахмет. Наксыға сыйлық берейін. Бол. Түсінген жоқ бұл кісі әліш. Мама. Сіз не ағып екі бас киім киіп алғансыз? Давай, қайтадан кеттік ал. Қайда өзі? Дұрыс. Ал кеттік ал. Аха. Үш.
Üç, üç, üç. Sağlık olsun, üç. Yıka. Yıka degende öz basın tutaysın, yıka. Rahmet. Болды kім Абзал позор мына үлкен кісілердің жанынан жеген. Рахмет. Абзалға позор деген сыйлық беріңізші. Ал кеттік ал. Екі дегенде не істеу керек ата? Астау керек. О, міне. Үш дегенде не істеу керек? Ауыстыру керек. Екі дегенде не істейміз ата? Екі дегенде өз басыңыз ұстайсыз. Ал кеттік ал. Жүрмеңіздер, қиын болып қалады қазір. Кеттік ал. Екі. Міне түсіндіңіздер. Бір. Басынан жай ұрсаңызшы. Аузыңызға бұйдың кәмі кеп отқан жоқ қойды? Жай ұрыңыз басын. Ұрмаңыз просто қойасаңыз. Екі. Үш. Екі. Қана. Бас киім жоқ қой басыңызда. Бас киім. Жарайды, рахмет. Мая қой, қанатаға шамаларын қойыңыздар. Әдемі. Баста бас киім қалу керек қой үшін. Бас киімсіз қалмайсыздар. Түсіндіңіздер ғой? Ал кеттік ал. Екі. Жүрсеңіздер қиын болып қалады. Екі. Бір. Енді төрт деген кезде өз бас киіміңізді алдыңғы адамға кигіземіз. Төрт деген кезде. Екі. Бір. Екі. Үш. Жоқ. Төрт деген кезде ғой. Үш артқа. Үш дейм. Үш. Өз басыңызға кез. Үш. Төрт. Кеттік ал. Төрт. Ол сыйлық алып берейікшіміз. Ассалам мырзаға мүлдем рахмет. Қандай көңілді өткізіп жатыр. Рахмет жаным. Приз берейікші. Ойыншылардан бұрын ана кісіге приз беріңізші. 5 приз алып беріңіз. Бесеу. Келіңіздер. Енді достарыңыздың тойы болған соң, класстастарыңыз болған соң, кішкене бір қызықты сәттер естелік болып қалсын. Алла қаласа ертең 80-ге толған кезде айтасыздар ғой. 80-ге толған кезде айтасыздар, Алла қаласа. Кәдімгі жап-жас болыппыз ғой деп. Тәдемі ойын көрсеттіңіздер, рахмет. Шаңырақтарыңыздар шаттық, береке кетпесін. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Достар қайда екен? Отбасылық достар, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзім артып, жауыздың барып жанында жолдас болғанша, досымның келіп ауласында өлеңнің артып деп Мұқағали атамыз жырлағандай, отбасылық достар Мұрат, Гүлмира, Азат, Мираш, ұлдара, Ақбар, Саветхан, Бану, Сәкен, Дәмеш, Сәуле, Жұман, Қанағат, Алмашка, Тәйіп, Тәліп па? Әйгүл, Серік Нұрахметұлы, Медет, Лаура, Елжан, Сұлушаш атты кісілер оқыдым. Мұрат, Гүлмирада бірінші. Ал ортаға келіңіздер, қайда кезді. Отбасылық достар, ата қалмай қалған достар ортаға келіңіздер. Ал бұйрық. Қош келдіңіздер, ақ тілек өздеріңізде. Енді рұқсат болса реті келсе үлкен кісілер сөйлеп, жасы үлкен алыстан келген кісілер сөйлеп, қалғанымыз билейік. Келіңіздер, кімнен бастаймыз? Келіңіздер, сізден бастаймыз ба? Келіңіздер. Ереке бейбігүл, 60 жас мерейтойларың құтты болсын, дендерің сау, аспандарың ашық болсын. Құдай берген немерелеріңнен чөбересі солардың ортасында ойнап күліп ауырмай сырқамай шапқылап жүре беріңдер. Құдайдың берген жасын жаса, бейбігүл екеуіңдерін артайын. Барлықтарыңыз осында жақсылық тойлары бола берсін. Ереке,
туған күн құтты болсын. Мынау 60 жас деген ер азаматтың нағыз толған шағы ғой. Бағы жанған жігіттің басқан ізі оң болар, дәулеті күніге артылып, не қылса да мол болар дейді қазағымыз. Мұхтар Шахановтан бір 4 жұмақ оқайын сізбен жаңа Бибігүл ханымға. Еркек сұлу көрінбей ме еркімен, еркіндіктің нұр ойнаған көркімен, жалғандыққа қарсы күресісімен, сүйгеніне берген қайсар сертімен, және соны қорғай білген күшімен. Әр кез нұрлы үміт сеуіп, алдымыздан таң атсын. Бақыт келсе семірмейтін, қайғы келсе жеңілмейтін, ер мінезін қадірлейтін Бибігүл ханымның даңғарсын дегім келеді. Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгінгі атазан күні құтты болсын. Осы текті, әулетті дүниеге келген Ернар бауырым, балаларың дәл осы күні барша қазақ елін жинап, сол атазан күні елімен бірге, халқымен бірге сіздің туған күніңізді атап өтіп жатыр. 6 алаштың баласы қосылса, 4-дегі орын ұстаздікі дейді. Барша ұстаздарға тағзым етем. Аман болыңыздар, барша ұстаздар. В этом зале сидят учителя. Учителя — это наше начало жизни, это духовный источник. Сегодня великий день для нашего народа, для нашей многонациональной республики, День Конституции. Мы горды тем, что у нас есть Конституция, что у нас есть символы, что у нас есть отмечены определенные границы. Почему я говорю на русском языке? Потому что представители руководства нашей любимой Маржаны, а это первенец семьи Ернара и Бибигуль, хочу донести до вас, что это самое главное, значит, это учитель, и второе, это, конечно же, доктора, врачи, медики. Мен қазір Бибигүл туралы көбірек айтам, сосын қорытынды айтып жіберем. Неге Бибигүл туралы? Біз Бибигүлмен бірге курстаспыз. Бибигүл сәл ғана бізден үлкенірек болатын, біздің потоктың старостасы болатын, Қазақстандағы алғашқы жоғары оқу орын. Абай атындағы Қазақ ұлттық педуниверситет. Соның түлегіміз. 94-ші жылы бітірдік. Бибигүлде Маржан болды. 90-ші жылы Саян дүниеге келді. Бибигүл әлі есімде баласын Көктөбеге анасына қалдырып, нағашылар көмектесіп жатып, сабаққа келетін, сабақты ешқашан өткізіп қоймайтын. Енді Бибигүлге біз сендік. Бибигүлге сонша атана сенеді. Бибигүлге зиялы, Қазақстан бетке ұстар тұлғасы, ата енесі сенді. Атасы бата беріп, Бибигүлге басшы болсын деп рұқсат берді. Сол керемет коллектив, толқын мектептің коллективі, сіздерге көп-көп рахмет. Сіздер кәдімгідей республика деңгейінде аттарыңыз шығып жатыр. Кеше ғана сіздердің директорлеріңіз республикалық тамыз конференциясына барды. Ол мынан бірін таңдап алады. Осы ауданнан мынан бірін таңдап алған, сол Ернар сіздің Бибигүліңіз сол жерге барды. Қазір бір азаматты филология ғылымдарының кандидаты деді, енді ол кісі біледі, ғылыми еңбек деген не? Жоғарғы оқу орында жұмыс істейтін оқытушы құрам жылына қанша мақала жазатын. Біздің Бибигүліміз жылына кем дегенде жылда мұғалімнің оқу айы 10 болса, Бибигүл 12 ғылыми мақала жазады халықаралық деңгей конференцияларға. Сонымен не айтқым кеп тұр?
Бибигүлдей қызды таңдап алған Ернар нағыз жігіт, нағыз тұлға, нағыз азамат. Ал Ернардың арқасында, Едіге ағамыздың арқасында, жаңа енеңізді айттыңыздар, өзіңіздің ата-анаңыз Бибигүл, сіздің бүткіл отбасыңыз соны түсініп, Бибигүлдің қаншалықты құзыретті ұстаз екенін түсініп, сонша қазақтың баласын, Қазақстанның балаларын оқытуға, ол мұғалімдерге басшы болуға бүткіл жағдайды жасап отырған сіздер. Сіздердің арқаларыңызда бізді Бибигүліміз көркейіп жатыр. Соның арқасында Толқын мектеп көркейіп жатыр. Толқын мектептің коллективі, олардың бала-шағалары, олардың отбасылары, жалпы барша сол мектеп бітірген балалар бәрі көркейіп жатыр. Соның еңбегі, сіздің еңбегіңіз екен. Рахмет. Отбасыларыңызға бақыт, береке, шаттық. Жаңа кластастардың бір әдемі кластасыңыз айтты ғой, осы халыққа тағы да 3 есе қосылсын, Жәнібек сіздердің 90 жылдықтарыңызды жасасын. Ой, рахмет. Алла қаласа Жәнібек 90 жылдықтарыңыз жасасын. Жәнібектің үйлену тойын көріңіздер. Үйлі келін түсіріңіздер, немере келін. Немере келін демекші, бір күні бір өмір бойы қалалы жерде туылып өскен қыз ауыл жерге қонаққа да бармапты. Шалғай ауыл жерге келін болып түсіп, қаланың қызы. Таңертең қайнатасы: "Айналайын келін, біз анау поляға барамыз, шөп шабамыз. Мен шай ішпесем басым ауырады, қоржынға чәугім сал" деп. Сөйтсе қаланың қызы қайнатасының қоржынына тефаль салып жепті. Атамыз поляға барған, түс мезгіл болған, отын жинап, от жағып, қоржын ашық қалса қоржында тефаль дейді. Сосын кешкісін кейінгі келіні алдынан шығып: "Сәлем бердік ата, шай іштіңіз ба? Басыңыз ауырған жоқ па ата? Шай іштіңіз ба? Басыңыз ауырған жоқ па?" десе атамыз айтады дейді: "Келін ау, несін айтасың? Біз де поляға бардық, свет те өшті" деп айтады дейді. Сол айтқандай келін сүріңіздер, сіздер де келін сүріңіздер, қыз ұзатыңыздар. Ары қарай кім? Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ардақты ағайын, құрметті тойшыл қауым. Мен енді бұл Сапаевтар әулиелік туралы айта беретін болсам, әңгіме көп. Сонау бір Сұрапыл 1984 жылы Сұрапыл деп айтып отырмын ғой. Ернар Ақай екеуміз, Ернар Ақай деймін, Ернар Ақай екеуміз сонау бір Қазақстан ауылдық мәдениет үйінде қызметімізді бастап едік. Енді одан бері қанша жыл өтті, арада оның бәрін айту керек, мектеп өтті. Сөйте жүрген кезде енді елдің бәрі осы Бибігүл Сарбаевнан мақтап жатыр. Рахмет. Мақтауға тұратын адамын мақтау керек, бірақ дегенмен де бүгінгі 60-қа келіп жатқан Ернар бауырымның да өзіндік орны бар. Өйткені ол отбасын ұстады. Оның бәрін айта берсем қызық емес шығар енді. Шашлық жегеніміз бар, әлгі кептер жегеніміз. Бәрекелді, енді рахмет. Осы негізінде Бибігүл Сарбаевна екеуміздің де кішкене бір қатысымыз бар. Қатысымыз бар онда. Жаман ойлақамаңыздар. Мен ол кісіге арнап өлең шығаратынмын. Ол кісі мен үшін фариза болатын. Мен ол кісінің Мұқағали болғанмын. Жоқ, жаман ойламаңыздар. Ауылды жасырғанмен өлім әшкерелейді дейді. Оның бәрін бүгін ғана айтып отырғаным емес. Ернар Ақай да біледі. Ернар Ақай, міне, ұлы өсірдің, қызы өсірдің. Бәрі де сенің жаңағы өздеріңнің діттеген мақсаттарыңнан шықты. Бұдан артық, яғни сендерге не керек? Мен сендерге ризамын, сендердің бала-шағаларыңа ризамын. Мына осы тойға келген халықтың бәрі менің сөзімді құптайтын шығар деймін. Әрине бүгін өлеңді айтып жіберуге болатын еді. Айтқан ғой, бір тойым болатын сөзсіз менің
дәл қойған екенін айта алмаймын, бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тастарлар ұран сондай қайта алмайды. Осы тойға келгеннің бәрі де бір ән салмай, 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сабылдыртам. 1, 2, 3 аржағы 3 нүкте жалғасып бар. Рахмет, көп сөйлемейін. Рахмет Амада. Әне, рахмет, жақсы шағын еске алып жатыр. Баяғыда бір үлкен кісі айтты, түйе қартайған сайын ботасына ұқсағысы келеді деп. Рахмет, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Қалғанымыз, сіздер ма? Қосылайық дейді, қосылайық. Қосыласасын, қинамайық. Тамадан жұмысына араласпайық. Қосыласыз ба сөйлейсің? Жоқ, мәселе бұл жерде мынау әртүрлі жерден келіп тұр ғой. Мына жерде жаңағы өзінің отбасылық достар тұр, мына жақта жаңағы курстастар тұр, мына жерде отбасылық тағы да достар. Бұл жерде бөлек-бөлек. Бәріміз бір емеспіз. Құда болсақ, онда үлкен құда сөйлесіп, қалғанымыз отырайық дер еді. Сондықтан мына жерде Бибігүлдің жаңағы бауыры, Ернардың балысы сөйлемесе. Ал енді үкіметі көпшілік қауым бүгін өте керемет күн болып жатыр. Ереке, мына 60 жасы құтты болсын. Бибігүл жаным, аман болыңдар. Құдай аманшылық болса, Ернардың 100 келген тойында болайық. Заманымыз ашық болсын, аспанымыз ашық болсын, бала шағамыз аман есен болып, қазағымыз көркейе берсін, Қазақстанымыздың туы желбірей берсін. Көпшілік айтатын нәрсе жоқ, елдің бәрі айтып қойды. Ана бәріне де Жәнібек өмірге келді. Мына жаңағы Жәнібектің жаңа осы алдымызда айтты ғой. Сол Алланың құлағына амин деп çalsın. Ернардың жаңағы біздің Фатимашымыздың, алтын Фатимашымыздың мамасы, папасы, бүкіл ауыл, көше, ойбай бәрін тілеуін тілеп едік. Құдайым бар, Алла бар екен. Кішкентай қошақанды бере салды, саянымыз папа болды, маржанымыз тәтешка болды енді. Осындай дүние артына көп бала шаға ерсін. Ернардың үйіне бірнеше отау шықсын. О, Бибігүл Сарбаевна мен Ернардың просто единственный любовь, бала шағасына сондай единственный любовь болсын, болды. Ал енді, ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Мына төрде отырған құдалар, құда жекжаттар, туған туыстар, сыныптастар мерді, көрші болан дейді. Бүгін мына менің жақын бауырым, бауырдай болып кеткен Ернардың Асқарал 60 жасына келіп отыр. Қош келдіңіздер. Ереке, құттықтаймын. Енді бізде әркімнің бір айтары бар бұл жерде. Біздердікі бөлік. Бөлік дейтінім қалай? Жаңадан бұлар үйленген жылдары біз мынау Совет одағы кезінде этаж үйде бәріміз бірге бастағанбыз. Ернарда бір қыз бұрыл, бізде бір қыз бұрыл, мына Айгүл екеумізде. Біз сондай жаңағы араласып кеттік. Мына жаңа Маржан, мына Айгүлдің қызы. Айгүл жаңағы оқытып, Казгуға түсті, химиядан. Керісінше менің қызым Бибігүл дайындап, ол да Казгуға түсті. Артынан кейінгі екінісі Елжан мен Саян, екеуі де Казгуда оқыды. Әлі күнге дейін біздің достығымыз балаларға да беріліп, мына екі жаңағы Саян мен Елжан әлі де дос. Міне қазір күнге дейін екеуі, төртеуі әлі де бірге жұмыс жазылмай бірге жүр. Сондықтан енді қазақта айтады ғой, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп. Сондықтан сол тектінің тұқымы кез келген ата-анаға мынау тектінің баласы екен, тәрбие көрген бала екен дейді ғой. Сол бала осы Ернар, бауырым менің. Қанша жаңағы енді пенде болғаннан кейін бәрімізде неше түрлі бүкіл халыққа жағу мүмкін емес. Бірақ та адамның бәрібір білініп тұрады, оның тектілігі, тектінің тұяғы екен. Сондықтан Ереке, мына бүгінгі Асқарал 60-ың құтты болсын. Бізде міне жаңағы өкше басып, Құдай бұйыртса келесі жылы біз де 60-ға келеміз. Менің артымнан Лешала Бибігүл келеді 60-қа. Сондықтан өстіп біріміздің артымыздан біріміз келе жатырмыз. Құтты болсын. Мынау балаларыңның бүкіл жетістіктерін айтып жатыр ғой бағана. Міне осындай енді жаңағы тектілік тұқым қуалайды дейді, сол сияқты
жаңа Маржан да, Саян да міне ары қарай жалғасып кетіп бара жатыр. Құтты болсын тойларыңа. Осындай тойды бәріңізге жақсы тілеймін. Ал енді Маржанның апайы сөйлемесе, ертең тағы ыңғайсыз болады. Ернар, мынау Асқар 60 жасың құтты болсын. Бибігүл екеуің тең қартайыңдар, бала шағаның қызығын көріңдер, Маржанның, Саянның, Жәнібектің артынан тағы да ұл қыздар ере берсін. Сөйтіп солардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Рахмет, ал бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін біздің Ернар ағамыздың керемет тойы болып жатыр. Ернар аға, бүгінгі 60 жас жаңа пайғамбар жасы дейді ғой. Осы мейрамыңыз құтты болсын, туылғаныңыз дендеріңіз сау болсын. Тәтем екеуміз әрқашанда өстіп, әдемі болып жүре беріңіздер. Өстіп жатқан ұл қыздарымыздың жаңағы Саяндар бар, Маржандар бар. Осылардың несін көріп жатсыздар, жақсылықтарын. Мына Жәнібек баламыз дүниеге келіп жатыр, немерелеріңіз. Жақсылық болсын аға. Мына өмірдегі ағамыз, енді бұрын сіз менің ұстазым болдыңыз. Баяғыда мектептегі. Енді қазіргі кезде жаңағы өмірдегі ағамызсыз, араласымыз, сыйласымыз, жақсылық болсын, тек қана амандық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бүгінгі мейрамымыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Ал Ернар аға, бүгінгі мына юбилейіңіз құтты болсын. Бибігүл тәте екеуміз. Мен енді өзім таныстырып өтетін болсам, Ернар ағам Бибігүл тәте осы екінші ата-анамдай болып кеткен, туылғаннан, ес білгеннен. Саян бауырым тұр. Өмірдегі ең жақын бірақ жан досым бар, осы Саян деп айтсам болады. Жан достығымыз ешқашан ажырамасын. Аға, Ернар аға, Бибігүл тәте, сіздерге тек қана денсаулық тілеймін. Бала шағаңыздың қызығын көріп жатсыздар. Одан ары жақсылық бар бола берсін. Тағы мына 60 жылдығыңызға орай жақсы бір сыйлық болды. Саян бауырым ұлды болды, немерелі болдыңыздар. Сол үшін өте қуаныштымын. Артынан Жәнібектің тағы да інілері, қарындастар келе берсін. Сіздердің жолдарыңыз бізге берсін. Сіздерді сыйлаймыз, жақсы көреміз. Аман болыңыздар. Тек қана жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Ал құрметті Қалаев, мынау қазақта айтады, қой асығы демегін қолыңа жақсы сақа қой, жасы кіші демегін ақылы асса аға қой деп бүгінгі мына тамада бауырым айтқым келеді. Қазақта айтады, қол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп. Сөз бастап жүрген осындай жігіттеріміз молынан бола берсін. Өте керемет өткіздің бауырым. Өнерің жемісін көре бер. 90 жылдыққа сізді жазып қойдық. Сізге біз жазып қойдық. 90 жылдықты сіз өткізесіз. Саян, келіскен сумманың жартысын берші, сіздерге берейін мен бөліп. Рахмет. Сіздердің енді группалас екенсіздер, әрқайсыларыңыздың орындарыңыз бөлек екен. Сізге рахмет, көңіліңізге рахмет, маған берген мотивацияларыңызға рахмет. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Жаз күніндей жылулық, қыр гүліндей сұлулық, таусылмас сарқылмас бақыт, жүзіктеріңіз алтын, жүздеріңіз дәл осындай екі дүниеде жарқын болсын деп тілеймін. Ал енді жақсы күннен естелік болсын, той иесін орда қалып, қолын қысып құттықтап суретке түсейік. Сосын сіздерге бір партия би болсыншы. Сіздерге айтып жатыр деп біліңіздерші. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда сіз біздес бір-бірімізді жақсы көріп жүргеніне жетсін. Мен сіздерді жақсы көрем, жақсы адамдар деген бір тамаша Ернар ағамыздың, Бибігүл тәтеміздің атынан екеуіңіз вальс билесеңіздер вообще күшті болар еді. Ал кеттік ал. Мен сіздерді жақсы көрем, жақсы адамдар. Асқақ арманын жасаған елге жақсы амалдарын шамдары жай
жайсан шақсадамдарым тағдыр жолында танысқандарым жалған өмірде жарысқандарым қаушында биік қағысқандарым қандастарым ауылдастарым құрдастарым дәуір қосқаным тіршілікте бауыр басқаным мен сіздерді жақсы көремін қарияр қалыңдастарым жастарым әпкелерім қарындастарым мен сіздерді жақсы көремін деп концертте әншілер сөйтіп айтып жатады ғой, байқайсыздар ма? Как будто живойда айтқанда келесі тыңдайтын әндеріңіз депші. Рахмет. Бүгін кешке менің мамам келіп отыр. Мама, орнынан тұрып қойыңызшы депші. Соны айтайын деген ма? Қалай өздеріңіз қалайсыздар, жақсы отырсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Бүгінгі ағамыздың тойы қалай болып жатыр? Шабалақпен білдірейікші. Рахмет. Қошемет тұрып жатқандарыңызға рахмет. Шынымен де осының бәрі сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге рахмет. Сіздерге шын жүректен тілерім, осы қошемет тұрып атсалысып араласып жатқан кісілерге қазақ айтады, жындының да бір сандырағы келеді дейді. Құдайға шүкір, дені дұрыс бір қазақтың баласымын. Дені дұрыс қазақтың баласымын. Бойым өспей қалған болмаса. Сіздерге күшті болып отырған кісілерге ше. Сөйтіп, тілек айтайын, шын жүректен. Алақандары ақшалы, огородтары бақшалы, арығын қассаң ақ алтын, құдығын қассаң сары алтын, азулы алтын тісті иттер болып, прикинь. Тонированный жиптері болып, президентте күйлері болып, 5 этажды үйлері болып, түйелері боталап, қойлары қоздап, үйі жанға толып, қорасы малға толып, Швейцария банкынан счет ашып, доллар мен евроны олын солды шашып, ол қызының ата-анасының жақсылығында сіздерге тілейтін шапалақ ұрып, шаттанып жүре берсін деп тілеймін. Өтте ұялтшақ медсестра келіншек
қайнатасына укол трикон сыртынан салады екен. Анекдот көп білесіз. Тағы бір анекдот айтып берейін қазір сіздерге. Қыздарға жақсы өтіп жатыр анекдот. Тағы бір анекдот. Бір күні бір орманның жағасына бір сиыр келіп бүйтіп жайлап бүйтіп өзеннен су ішейін деп жатқан ғой. Қазір су ішіп алсын, мен бір тос беріп жіберейін. Ал енді осындағы Ақбай тәте, көршілер, әулеттің Құдай қосқан көршілері. Ақбай тәте, Сәбетбай, Алтын тәте, Тұрсынкүл тәте, Орынбасар, Гүлшат, Рысбек, Нұрбақыт, Назерке, Бақыт, Гүлмира, Тілеужан, Мақсат, Альбина атты ат аталған аталмай қалған көршілер ортаға келіңіздерші. Ал маэстро, билет білейік. Көршілер, бос апа бастаған көршілер. Қош келдіңіздер. Ал енді көршілер бәріңіз сөйлейсіздер ма? Көршілер деген группаның админі бар ма? Көршілер деген группаның админі. Андай көршілерге болады ғой бір жеңгелеріміз. Көршілер келесі айдың несіне жылқының еті киіп жатыр, аласыңдар ма деген сияқты. Ал енді кім сөйлейді? Екі апа? Иә, екі апамыз, үш апа ма? Иә, екі өзбек бірін-бірі сыйлап тұрғанда пойыз жүріп кетті деген болмасын. Бос апа бастасын. Сәлеметсіздер ме, құрметті тойшыл қауым? Ернар Бибігүл, намерей тойларын құтты болсын жарығым. Бала шағаларын қызығын көрін, немере өсейіндер. Жәнібегіміздің бауы берік болсын. Алланың берген жасын өздерін жасай беріңдер. Көршілердің арасында өзің бір ерке жігітсің ғой, ерке қыз, ерке жігітсің. Рахмет. Барлықтарыңызға той тілеймін, той болсын. Ал енді бүгін үлкен көшемізде той болып жатыр. Біздің көшеміз өзі бір берекелі, мерекелі, мықты көше болған. Ернар, Бибігүл, осы тұрған бүткіл көршілер, жастық шағымыздың бәрі бірге өтті. Барлық мейрамдар, жаңағы қызықты нәрселер, жаңа жыл, соның бәрін ұйымдастырып, бірге тойлап, бірге өттік. Ал енді Ернар бүгін міне тез өтіп отқан уақыт, ертай сақалды болып міне 70-ке таяқ болды, сен 60-ға келдің, біз 60-тан астық міне, уақыт солай. Ал енді әлгі айтады ғой, алғаның жақсы болса 100 бақыт дейді. Қызың жақсы болса, ұлың жақсы болса 1000 бақыт дейді. Келінің жақсы болса 2000 бақыт дейді. Осындай бақыттың бәрі сенде бар. Аллаға шүкір, бақытты жансың. Осындай бақыт барлықтарымызға бұйырсын. Жаңағы ойлағанымыз той болсын, жүрген жеріміз ой күлкі болсын, заманымызға тыныштық болсын. Мына көк туымыз желбіреп тұрмай тұр, аман болайық. Өстіп сыйласып жүрейік әрқашан. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Я Ернар, мына мерейтойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Мына Ернарменен біз анау едік аға мен де көрші болды, 7 жылдан асты біз көрші болғалы. Қазір де көршіміз. Сөніңге мына кішкентайың бауы берік болсын. Ең бақытты жандар Бибігүл екеуіңсің. Өйткені мен сен туған күніңе көптен күткен немере сыйлап жатыр. Сол бақыттарың жалғаса берсін, өсе беріңдер, өркендей беріңдер. Көршілер апалар бір әнін болса бола ма? Долдар алып келгенсіздер ма? Долдар алып келіпті ғой, долдар. Ал, рахмет. Көршілер фотосы болсын. Мен биыл сөйлеп алайын, әйтсе келесі жыл менің тойымда сөйлемей қояйын. Ал енді Ернар Бибігүл, бүгінгі мерейтойларың құтты болсын. Енді негізгі бастама жұбайым Бибігүлден бастау алып отыр, оны балаларым қоштап отыр. Бүгінгі үлкен мерейтойыма арнайы дастархан жайып, ең жақын деген ағайынның басын қосып, сенің атыңнан үлкен той беріп отыр. Мерейтойың құтты болсын. Мына қазақта бір әдемі сөз бар ғой, үй салсаң судың басы болсын дейді. Үй іздеме, көрші ізде дейді. Мынау енді жаңа үлкендеріміз айтып кетті. Біздің көшенің тұрғындары ең керемет тұрғындар. Әрдайым бірімізді іздеп тұрамыз, бірімізді қолдап тұрамыз. Мына бүгінгі тойда
шақырылған қонақтардың сөйлегендері өздерінің ең бір керемет жүрек жарды тілектерін айтып отыр. Осы тілектер қабыл болсын. Сенің мынау 60 жасына Алланың берген жәнібегіндей немерелерің көп болсын. Үрімді бұтақты бол, тамырлы бол. Немерелерің мен шөберелеріңнің қолынан су ішіп, май жала, езулеріңнен күлкі кетпесін. Біздің бақытты, шаттықты, махаббаты жарасқан отбасы. Ғұмырлы болыңдар. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Міне той иесін мақтап жатсыздар. Кезінде Сырым Батыр Бөкен бидің еліне сәлем беріп барып, ассалаумағалейкум ақсақал деген, бұл қай бала дегенде даттың ұлы Сырым едім десе, Бөкен би жақтырмаған сыңай танытып, қой бағалмас жаманнан қолақпандай ұл туады деген осы екенді депті. Сол кезде Сырым Батыр, ақсақал, қарияның да үш түрі болады: қазына қарт, қазымыр қарт, қыдырма қарт. Сіз соны қайсысы едіңіз десе, Бөкен би селт ете түсіп, қазына десең халқыңнан сұра, қазымыр десең қатынынан сұра, қыдырма десең көршіңнен сұра деген екен. Сол айтқандай кезінде бір дана кісіден сұрапты, адам не өзін жақсы, жаман екен қайдан білуге болады деген кезде, көршің жақсы десе жақсысың, көршің жаман десе жамансың деген екен. Сол айтқандай той иесінің жақсы қасиетін, мерейін асырып жатқан сіздерге мың алғыс. Ал енді жақсы күннен естелік болсын. Көршілер деген группа бар шығар, бар ма? Көршілер деген группа жоқ та. Келіңіздер. Билейміз. Давай. Кеші бермен кеші құдаша, бір сөз айтым көңіліңе Ал енді рұқсат болса, қадірлі көпшілік, біреулердің сөзі артық, біреулердің көзі артық, біреулердің сынаған сын артық, біреулердің мін артық. Бәрінен де Алаштың басын біріктірмесе де, ағайын туыстың басын біріктіріп, той жасаған той иесі мың артық деп, Алаштың ақтаңгер ақыны Оразалы Досбосынов жырлағандай, бүгінгі алқалы 60 жас мерейтой жасап жатқан той иелері және ұл қыздары, күйеу балалары, келіндері, немерелері орнынан тұрып құрмет көрсетіп қояйықшы. Той иелері. Ернар әкеміз, Бибігүл анамыз, Саян ұлы, Маржан келіні, қызы, күйеу баласы келіңіздер. Көп күнде маңдайымнан сыйпап өткен самалды қазағымда алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен. Келіңіздер. Ернар қандайда? Саян қайда, Саян? Ернар аға, Бибігүл апай, мына құрметтің бәрі сіздер үшін. Кішкене микрофон басасын ау. Мына құрметтің бәрі сіздер үшін. Орындарыңызға тұрғандарыңызға қошемет, тұрғандарыңызға рахмет. Жайғасып алайық, жайғасып алыңыздар. Міне, сіздерді қалай құрметтейтіні, қалай сыйлайтыны көрініп отыр. Енді жайғасып алайық. Құрметті қонақтар, осы той иелері сөйлеген кезде бір ерекше тыныштыққа шақырғым келеді. Өйткені той иелері былай жазады ғой, мысалы шақыру билетінде: құрметті Айдын, біздің тойымыздың қадірлі қонағы болыңыздар, төріміздің қадірлі қонағы болыңыздар. Осы отырған әрқайсыларыңызға сол екі сөз жазылған ғой, құрметті қадірлі деп. Давай құрметті қадірлі болып отырайықшы бәріміз қолдан келгенше. Мына пакет деген нәрсені қоя тұрасыздар ма? Пакетке салмай тұра тұрыңыздаршы. Өйткені бір әйел кісі пакетке салып жатса, қалған әйел кісілер шығап отырамайды екен. Ана батым бәрін салып отыр ғой деген сияқты ше. Асықпаңыздар, қазір той иелері сөйлеп бітеді, сосын тойбастар келеді, сосын мен сіздерге айтам, жеңгелер, субботник басталды деп айтам, субботникті бастап кетесіздер. Пока асықпаңыздар. Дұрыс қой, мысалы үйге барып торт жағылған бауырсақ жесек, ол да бір естелік. Мысалы май алма жесек, ол да бір естелік. Мысалы жиза ғой, жиза. Өткенде қызық болды.
Өткенде қызық болды Босапа. Менің екі жеңгем екеуі тойға барып, түнгі сағат 3-те келді. Түрлері суық, шошып кетті. Сұрадық, не болды, көшеде мастар тиісті ма? Той бастар бермей қойды ма? Не болды десек, ештеңе де болмаған. Той бойы жинап отырған пакеттерін таксиге тастап кеткен ғой жаңа. Сондай болмасын. Мына ішіп қояйық, алып қояйық, сәл қоя тұрсақ жақсы болар еді. Тыныш. Шақырып жатыр едім, айтып жатыр едім, той иесі мысалы құрметті, қадірлі деп шақырады деп. Тыныш. Осылай. Ал енді халық шаршатып алмай, келіңіздер. Тамада жақсы басқардың деп енді көресіздер ғой өздеріңіз. Сіздерден бастаймыз ба? Осы кісілерден бастайық. Кім қалып қалды? Ана менің қызым менен баламның отбасылық достары. Медет, келіңдер, кел. Лаура, кім? Айналайын, келе қойыңдар. Не жазы ғой бұлардың сөйлесу? Диас деген жиен қайда? Диас, ой. Қуаныш деген, Диас деген Кореяның актерларына ұқсайды екен? Бақыт келді мен. Оның бәрі сөйлей ма сонда? Керемет деген Шымкенттен келген әпшеміз деп отсаң, қарындасымыз, келіңіздер. Болды ғой, рахмет. Кімнен бастаймыз? Келіңіздер. Ал енді, ассалаумағалейкум, құрметті қауым жамағат. Мінекей ұлан ғасыр той болып жатыр. Ағамыздың 60 жастық мерейтойыңыз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Міне сіз байсыз деп айта аламыз біз, өйткені неге сіз байсыз десе, сіздің бала шағаңыз көзіңіздің алдыңызда жүр. Сол байлық деген сол. Қалған байлық табылады деп ойлаймын. Сол сіздерді жақсы көреміз. Міне Маржан досым, менен Нұржан досым. Қалай біз танысқалы бері, шүкір Аллаға мыңда шүкір етеміз. Міне сіздерді тоже әке-шешемізден сыйлап, құрметтеп, осы Малауылға да барып жатып жүрген күндеріміз болған баяғыда. Оны айта берсе көп қой, сіздің кезімізде бар жерде жүрдік деп ойлаймыз. Сол бақытты болыңыздар сіздер. Қатты жақсы көреміз сіздерді. Ернар аға, Бибігүл тәте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Біз тойларыңызға қатысып қатты қуанышты болғандық, көңіліміз толды. Ернар аға, осы жақында мен тойым өткен Шымкентте 6 августта. Сол кезде мен әкемді жоқ екен, марқұм әкемді жоқ екен орнына, әкемнің орнына тұрды, соған алғысым шексіз. Той алмай тұрмын, себебі бұл кісілерді қатты жақсы көремін. Бақытты бола беріңіздер, әрқашанда сіздердің қуаныштарыңызға кездесе берейік. Мынау немерелеріңіздің қуанышы көре беріңіздер. Сол. Ернар аға, бүгінгі тойымыз құтты болсын. Осы Бибігүл екеуміз ақи бірге өсіп жүре беріңіздер. Артыңыздағы немерелеріңіз, шөберелеріңіз көбейе берсін. Осындай барлық жақсы адамдардың арасында сіздер көре берейік. Армандаған тілектеріңіз шалына берсін. Биік бересе деп туған күніңіз құтты болсын. Бибігүл екеулеріңіз бақытты болыңыздар. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Немерелеріңіз тек қана қуанта берсін. Саян аға, Маржан тәте сіздерді әрқашанда қуантып жүре берсін. Біз де сіздердің осындай үлкен дастархандарда жиналып бірге болып жүре берейік. Ал Ернар аға, Бибігүл тәте, туған күндеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын, аспандарыңыз ашық, денді, сау, өмірді, шүбірді, ақсақалды, ақсамайлы, сондай бір үлгілі болып, отбасы болып, тек бақыт тілеймін. Бақытты болып жүре беріңіздер. Негізі мен де осы отбасының қызымын. Менің екінші әкем, екінші мамам мені баққан. Осы уақытқа дейін 11-ді бітіргем. Осы кісілердің қолында үлкен рахмет сіздерге. Тойларыңыз құтты болсын, 60 жасыңыз құтты болсын. 100 жасаңыз, ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Немерелеріңіздің бауы берік болсын. Сол бақытты болыңыздар. Сендерге жұғысты болсын.
Ернараға, Бибігүл тәте, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, алдыларыңызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Бізге сол алдымызда ойнап күліп жүре берсеңіздер, соны ғана тілейміз. Ернараға, сіздің туған күніңіз құтты болсын. Осы күні дүниеге келдіңіз. Осы кезден бастап үйлеріңіз бақытты болыңыздар. Немерелеріңіз құтты болсын, бауы берік болсын. Ал жоқ өзім сөйлеймін. Әке, анам, мына тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге не айтамын? Тек рахмет айтамын. Осы әкем, шешемнің мінезіне шыдап, осы бізді осы уақытқа дейін жанымызда жүргеніңізге рахмет. Мені тәрбиелегеніне рахмет. Әпкемді, екеуміздің осы қанша жыл өтті, тәрбиелеп келатсың. Соған рахмет. Сіздерге аман болыңыздар, көп жасаңыздар. Жақсы көреміз сіздерді, сыйлаймыз. Сол басқа не айтамын? Тек бақыт, тек жақсылық. Осы өмірдегі бар жақсылық тілейміз сіздерге. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жамағат, ағайын туыс, көршілер, жекжаттар. Бүгін Қазақстанның Конституция күні. Папамыздың 60 жасқа толып отыр. Өмір жасың ұзақ болсын. Мама екеуміз тең қартайып, сағынған ауырмаңыздар. Сағынған сол. Қалған өзіміз сатып аламыз, жоқ сатып алып аламыз. Бәрін алып беруге тырысамыз, жасауға, бақытты қылуға тырысамыз, жерге қарапауға тырысамыз сіздерді. Не айтамын, мынау Жәнібегіміздің артынан енді Керей ерсін. Жәнібек пен Керейде бір хандық құрсын өздері. Осы отбасыға. Не айтамын, партия құрсын десе партия. Келген қонақтарға мыңда бір алғыс айтамын. Алтын уақыттарын бөліп, біздің қуанышқа келіп, тойлап. Тамада жігітке рахмет. Қызықты жүргізіп, бәрін күлдіріп. Кино көргенде отырмыз, Леди Гранданы қарап отырмыз. Тамақшылық қойдық, зарықтар қана сәттіміз. Алтын жездем, ақ жездем, әппақ жездем, аман болсын жезделер, уақ халайық. Жезделерге өлең шыққан кезде шабалапты соғайық. Жезде болса, сізде-ақ болсын. Мынау сый сапат аз болады, өзім беремін сый сапатты. Кімге? Сізге. Ой, әуремай қойыңыз. Алмасаңыз өкпелеймін. Алмасаңыз өкпелеймін. Сізге басқа сый сапат беремін, жарайды. Жаңа ойын күшті, жаңа өткізіп жатсыз, рахмет сізде бір. Тойдан тойға, қазақтың тойы бітпесін. Осылай тойдан тойға жүре берейік. Бәр жақсылық болсын. Әр отбасыға той, табыс, денсаулық тілеймін. Әр отбасыға. Папама рахмет айтам. Бізге ақылын беріп, жолын көрсетіп. Сол. Барларыңыз бақытты болыңыздар, мен өзім кішкене сөйлей алмай жатырмын. Ой, рахмет. Ал енді Маржан әпкеміз қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді құрметті туған туыс, бауыр, коллективтегі папамның достары, мама мен папамның көршілеріміз, үлкен кісілеріміз, менің қайын жұртым, сізге мың алғыс. Осы жерде отырғандарыңыздың барлықтарыңыздың орындарыңыз ерекше біз үшін. Сіздерге мыңда бір рахмет. Осы біздің жақсылығымызды, біздің қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде тек қана бақыт, байлық болсын. Әрқашанда күліп ойнап, балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Ал енді кешім, мына сіздің 60-қа да таяп келдіңіз. Сізге, анам екеуіңізге мыңда бір алғыс. Осылай қанақтыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қандай да қиындықтардың бәрінен жеңе білуді, қандай да бір қуанышты да
дұрыс түсіне білуді, ары қарай болады ғой, енді кейбір қуанышты да дұрыс түсінбей қатты таңдасып кетпеуді білуді, үлкенді сыйлауды, әрқашанда енді кішіпейіл болуды үйреткендеріңіз үшін, осы өмірге әкеліп осындай тәрбие бергендеріңіз үшін мыңда бір алғыс. Енді міне әкем атамыздың бен апамыздың да жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтар торқа болсын. Ол кісілердің де көптеген сіздерге тәрбие берді. Енді айтайын деген көптеген өзім тілегім бар еді, соның бәрі толқып тұрмын. Сол енді әкем анамның жанында әрқашан өстіп жүргеніміз үшін, анам әкемнің жанында жүргеніміз үшін, тастап кетпегендеріңіз үшін, бізді өсіргендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Әрқашанда өстіп күліп ойнап, достарыңыздың, құда-құдағиларыңыздың, коллективтің, басқалардың жанында күліп ойнап, жадырап жүре беріңіздер. Туған туыстарыңыздың араңызда. Сол тек қана жақсылықта кездесейік. Аман болыңыздар. Ой, рахмет. Қошемет, қошемет. Құлымайтын жүректерім, баласын ойлап, мұңырайтын жүректерім, ана, әке. Ой, рахмет. Айтамыз. Сабыр етіңіз аға. Сіз 60-ға келгелі кішкене шыдамсыз болып баратсыз. Күйгелек болып жатсыз, күйгелек болып. Асықпаңыз, рахмет, айтамыз. Келіңдер, мына, екеуің егісіңдер ма? Сәбізді көп өсіреді ғой деймейді? Баршаңызға сәлем. Осы атамның 60 жылғы мерейтойынан келіп жатқанына рахмет. Осы қуанышты бөлісіп отырғаныңызға бірге бәріңізге рахмет. Ал ата, осы 60 жасқа толып отыр екенсің, ол кейбір жерлерде средний проживаемость дейді ғой, соған жетіп тұрып, сол 70 жылғы мерейтойда 70 жылдық мерейтойға жетейік, сол жерде шөберелі болыңдар, сол бақытты өмір сүріңдер. Рахмет, мені өсірдіңдер, бізді екеумізді сендердің қойларында жатып, сендер қойларында ертегі тыңдап сөйтіп өстік. Рахмет, көп тәрбие бердіңіздер. Сол бақыт тілеймін. Ой, толқыма, жылама. Құрметті қонақтар, сіздерге көп рахмет. Амандаспағандықты, ой, қанағаттандырылмағандықтан. Десей, или қайсына айтайын деп отыр? Амандаспағандығым үшін кешірім сұрайын дейсің ба? Ассалаумалейкум дейсің? Ассалаумалейкум. О, молодец. Ал ата 60 жасқа толып отқан. Құтты болсын. Толқыма, асық. Көп жасаңыз, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Сізге апа екеумізге бар бақыт тілеймін. Сіздер көп рахмет деймін. Біз өсіргеніз. Ой, рахмет. Мына ортада осы бәріңді бағады, осы бастық болады көресіңдер. Ата, туған күніңізбен құттықтаймын. Аспанда қанша жұлдыз бар, соншама тілек. Ой, бәрекелді. Бақытты болыңыз. Денсаулығыңыз көп болсын. Жүзге толыңыз. Ой, бәрекелді, бала тілі бал дейді. Міне, тілегі қаулы болады, жүрегі ниеті таза. Рахмет. Ал енді болды ғой, аға, сендер аяқтарыңды ауыртпай отырыңдар, қалдықтар аяқтар отырады. Ал енді сендер тұра беріңдер, өз балалар тұра беріңдер, келді, сендер де тұрыңдар. Ал енді туған күн иесі соңынан айтады ғой. Міне, даладай дастархан жайып, осы балаларға тамаша тәрбие беріп, елге қызмет етіп, елдің баласына тәлім тәрбие, білім берген ұлағатты ұстаз, ардақты ана, думанды той жасап атқан ағамыздың сүйікті жан-жары Бибігүл дәдемізге қошемет, қошемет. Бибігүл дәде, сіз жыламаңыз, қыздарыңыз сөйлесе жылап атсыз ғой, жыламаңыз. Әйтпесе көзіңізден тушыңыз ағат қазір. Ал енді тойға келген тойшы қауым, құрметті менің қонақтарым, сіздердің барлықтарыңызға
жаңағы өте ризамын барлықтарыңызға шақырғанға келіп бізді сыйласаңыздар, Алла тағала сіздерді сыйласын. Алла тағаланың ризалығын алыңыздар. Барлықтарыңызға басием. Енді мына төрде отырған құдаларым, ақсақалды аталарымыз, менің нағашыларым, бөлелерім, Ернардың нағашы бөлелері, содан кейін құдаларымыз, бала шағамыз, өзіміздің сіңлілерім, бауырларымыз, қайныларым, абысындарым, сыныптастарым деп, мен деген неткенде Ернардың сыныптастары ғой. Сөйтсем менің екі бала бүйтетін кішкентай кезінде, мама сізде сыныптас деген жоқ па, оқымадыңыз ба неме деп. Енді менің сыныптастарым бәрі Германияда. Сондықтан ол жаққа да барып қайтқанбыз. Енді осы Ернардың сыныптастары менің сыныптастарым болып кетті. Араласқандарымызға енді бір ғұмыр болды. Сондықтан мен Ернарға айтам ғой, сенен бір мен сыныптаспын деп. Сондықтан осы сыныптастар аман есен болыңыздар, достарым отбасылық. Осылар аман болып, барлығымыздың қуаныштарымыз бірге болып. Одан кейін міне көршілеріміз осы көшеге көшіп келгенде барлықтарымыз міне Үйімшіл босымыз отыр, біздің Ақылай апамыз. Сол кісінің бастауымен осы Иманов көшесі деген өте Үйімшіл бірлігі жаңағы өте жоғарғы деңгейде, осы кісілердің арқасында бір ай-шай деп жатқан бір көршіні көрмейміз өмірі, барлығы сондай бір ауызда бәрі болып жатады. Одан кейін мына менің ұжымым енді биыл міне 7-ші жылға кетті. Сол Ернар екеуміздің ұжымымыз міне. Сондықтан осы ұжымменен бірге болып жатқан тірлік, жұмыс енді барлығы бір адамның қолынан еш нәрсе келмейді. Мен өздеріне де айтам. Барлығы ұйымшылдықтан, бірліктен, бір-біріміздің түсініспеншіліктен болатын дүние. Сондықтан осы жерде отырған осы ұжымға да бас иіп рахмет айтам. Барлықтарыңыз түгел келіп отырғандарыңызға. Енді осы жерде Ернарымның ұжымы отыр. Менің ұжымым түгел 100% келеді деп мен. Сондықтан Ернарымыздың ұжымының осы жерде жаңа келіп кендеріңізге рахмет. Сондықтан осы жерде келген барлықтарыңызға ең бірінші байлық денсаулық дейді. Алла тағала барлықтарыңызға және үйдегі отбасыларыңызға, туған туысымызға, мына Қазақстандағы барлық біздің қазақ елімізге Алла тағала денімізге саулық берсін. Басымызға байлық берсін. Отбасыларымыз аман есен болып, мына аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Барлық жаманшылықтың барлығы осы бізден айналып өтсін. Әр отбасында тек қана осындай жақсылық болсын, сіздерге жұғысты болсын. Және сіздер үлкен осы жерге отырған ақсақалдардың жаңағы несі бізге жұғысты болсын. Сол қазақтың сылтауы бітпесін, жаңа тойы бітпесін. Сондықтан тойға оласын. Өзі де міне келініміз қазір осы жерге келе алмай отыр, әлі 40-ына да толған жоқ, 2 апта болды. Атасына жаңағы живой подарок дейді ғой енді. Баяғыда осыдан 38 жыл бұрын мен Маржанды тура атамның туған күніне 4-ші үйінде живой подарок туғамын. Енді міне келініміз де атасына жаңағы немересін осы туған күніне 60 жылдығына жаңағы сыйлық ретінде дүниеге алып кетіп отыр. Енді осы көршіміздің артынан жаңағы інілер мен қарындастар ерсін. Мен көршіме айтып жатырмын, саған бала өзіңе керек болса туып ал, енді бір жасқа дейін өсіріп беріңдер, қалған өздерің қыз туасыңдар ма, ұл туасыңдар ма, өздерің білесіңдер де. Сондықтан енді бала шағама рахмет, Нұржан бастаған. Осы бала шағама Нұржаным, Маржаным, міне Сакошым, Фатимам, менің міне жаңағы 2
қанатым десем болады. Алихан мен Алижаным, Айсұлтаным менен Асылым, осылардың артынан ерген Жәнібектерім өсіп өніп, осылардан жақсылық көрейік. Жақсылыққа ұласын. Осы жақсылық барша өшерде келіп отқан сіздерге жұғысты болсын. Рахмет тағы да сіздерге. Алғысым шексіз. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Ал енді келесі жылын күзде отасқанымызға 40 жыл болады. Жан жарым, жолдасым. Өзі айтады ғой, водитель, охранник, телохранитель деп. Сол осы барлық осы жұмыс істеп жатқан тірлігімнің бәрі осы кісімен бітіп жатыр. Бұл кісі мен жанымда болмаса, бір адамның ісі бітпейді. Осы кісінің арқасында чапқылап, анаяққа кеттік, мынаяққа кеттік деп барлық тірлікті бітіріп жатырмыз. Сондықтан осы жанында жүріп, демеу беріп, демеуші болып, қанатым болып жүргеніне мың алғыс. Осы тағы 60-ға кел, мен жаныңда жүре берейін, бала шағаларымыз деп. Осы сондықтан енді рахмет. Ата мен апама рахмет осындай Ернар деген ұлын маған дүниеге әкелген үшін. Мәні, рахмет. Құрметті қонақтар, кешірім сұрайым. Мемлекеттік номері 793 автокөлік иесі бар ма біздің арамызда? Сенікі ма? Артында екі қыз күтіп отыр, бар тезірек. Сосын 550 автокөлік иесі, мемлекеттік номері 550 бар ма біздің арамызда? Сыртқа шығып кетуіңізді сұраймыз. Мемлекеттік номері 550 Toyota Highlander автокөлігі. Сыртқа шығып кетуіңізді сұраймыз. Рахмет. Ал енді именинник сегодняшнего вечера туылған күн иесі, қошемет, құрметпен Асқар Тау әкеміз. Тілек өзіңізді келіңіз ортаға. Туылған күн иесі. Рахмет. Енді Нақсы мұғалім болған соң бәріне ризамын, ана құдаларға ризам, бауырыма ризам, бәріне ризам, ана кісіге ризам, көршілерге ризам деп бәрін айтып отыр ғой. Сіз енді ұзақ созбай ақ қойыңыз, кімге риза емессіз соны бір-ақ айтыңыз. Ал енді құрметті қонақтар, мына не айтарымды білмей қалдым мына ұстаздардан кейін. Ал енді өзінің жүректегі махаббатын сөзбен жеткізеді дейді ғой, сол сияқты мен де жеткізіп көрейін енді. Әке-шешем мұғалім болса да, әйел мұғалім болса да, өзім мұғалім емес едім. Ал енді жаңағы ең басты айтарым, жаңа тамада жігіт бір ойын ойнатып, бір жақсы сөз айтылды ғой, елін сүйген азамат деп. Сол елін сүйетін азаматтың біреуі менмін. Төрде отырған өзіміздің ақсақалдардан бастап, оның бер жағында отырған құдағиларымды сүйем. Мына жақта төрде отырған менің қайын жұртым отыр, олар бар. Мына бер жақта бауырларым бар. Мына жақта ұжым бар, мына екі столда толып отырған. Осының бәрін сүйем мен. Осы жігіттер осы күнде араласып бірге жаңағы класстастарым отыр, міне құрдастарым. Сонымен қатар міне тағы да жас кейінгі буындарымыз отыр. Осы барлықтеріңізді сүйем. Мынау енді бір өзі толқитын уақыт екен. Бүгін Конституция күні, осындай жақсы елім халқым туралы айтатын күн екен. Не айтамыз? Енді мына халқым дегеніміз осы, бүкіл қазақ халқын сүйем деймін. Осы қазақ халқы, осы мен күнде көрген, араласқан жаңа осы сіздерсіздер. Рахмет, мына менің мерейтойыма сыйлап, бір кісідей келіп, той тойлап отырғандарыңызға, мені құрметтеп, жақсы тілек айтып атқандарыңызға өте көп рахмет. Әрқайсыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Немерелі болып жатырмын, сол кейін кезде сондай бір аспанда ұшып жүргендей болып жүрмін. Осы бала шағама рахмет, осындай
мынандай балапандарды дүниеге әкеп бізді сыйлап жасартып атқан мынау 40-тан 50-ден асқан немерелі болған азаматтар біледі, мына немерелер бізді жасартады деп. Сол айтқандай барлықтеріңіздің немерелерің көп болып, жастарыңыз ұлғайса да қартаймаңыздар, жасарыңыздар. Рахмет сіздерге. Осындай той барлықтарыңызге жұғысты болсын. Көппен бірге ұлы той деген сөз бар. Сіздермен өткен тойыма өте қуаныштымын. Көп рахмет. Ой, рахмет. Міне. Ал енді аға үйлеріңіздің бөлмесін, сәбидің кернесін, Алла қаласа Жәнібек ер жетіп, қарындастар бой жетіп, білімге құлаш сермесін, алуан өнерлен дәл бассын, көңіл пернесін, қызмет етіп халқына абырой өрлесін, өсіп өніп өркендеп жаманшылық көрмесін, ағайынның ортасында ұл-қыздарыңыз биіктер төрлесін. Ұзын сөздің қысқасы, ұрпақтарыңыз мың жасап, шырақтарыңыз еш уақытта сөнбесін деп тілеймін. Осы тойға келген көпшілік баршаларыңызға шын жүректен дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық, алданбас арман, өкінбес өмір, үзілмес үміт тілеймін. Баршаларыңыздың жегендерің жылқы мен қойдың еті, сүйгендеріңіз мынандай немере шөберенің беті болсын. Айдын деген қазақтың ұлына тілек сол болсын. Бүгінгі 60 жас той сіздерге ұнады ма, қандай баға бересіздер? Қошеметпен жауап берейікші. Ұнамаса қайта басынан бастайтын деген бұл. Мен де суретке түсіп алайын. Аха, күшті кісілермен ше. Мектепте рекетіммен түскен деген ол күшті болды. Аха, рахмет. Ал енді бүгін... Ту, ауырмай қоймадыңыз ба жезден? Ту, ят болды ғой жезден. Ту, менің ятта болса дұрыс болды неміз. Қай қалтама салдыңыз өзін? Ой, мына жездем. Алтын жездем, ақ жездем, әппақ жездем. Бақырайған көзіңнен айналайын ботадай. Жездекеме қошемет ұрайық қалайық. Мені жақсы жезде әке дейді екен. Кезінше одар. Рахмет. Ал енді бүгін Ернар ағамыздың шаңырағында той біткен жоқ. Той енді басталды. Той бастайық. Той бастар. Той енді басталды әулетте. Айналайын ағайын, той басталды келіңіз. Ықылас қып ниет қып, көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, құрбанын жасаған ұлы тойын көріңіз. Мен азмын халқының көргені ғұрбынан, жақсы тәліп күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін баршамен білуге, жастығының қызуы жалынмен оңдылан, ергендігі сүйетін ер мінезін танытқан, жастарының жігерін жыр қайратқа жанытқан. Ал жеңгелер, әпкелер, субботник басталды. Асқайыр болайық ағайын. Ол енді ысырапшылыққа жол бермек дегенім ғой. Ысырапшылыққа жол бермеңіздер, алып салып алыңыздар. Үйдегі ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз тойдан келген соң қолға қарайды. Олар қолға қараған, сіздер полға қарап қалмаңыздар. Деп бере саласыздар, жұғысты болсын деп. Ал енді ақсақалдар ауылына барайын, ішкізген, жегізген осындай даладай дастарханды еш қиындықсыз бізге бұйырған Аллаға шүкіршілік болсын. Әумин, асқайыр болайық. Құда дейді. Келіңіздер, әумин. Болайын болғасын, қыдыры болған болғасын, ырысқереңге бәрген келсін, басының аман болсын, қалапының тыныш болсын. Раббының алпысқа жетіп Құдам, 70-тен 50 өтіп, 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жетсін. Қасында Құдам болып, егеуін 100 жасап, тойлап, немере шөберелері осылай той жасап берсін. Мен рахмет. Осындай той басымызға бұйырғанша, Алла қаласа
әкеміздің 100 жас тойында жиылғанша дін аман, сау сәлематта болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сіздермен бірге болған Айдан Мұхитұлы тек жақсылықта, қуанышта кездесейік. Бір-бірін көре алмайтын емес, бір-бірін көрмесе тұра алмайтын қазақ болайық дегім келеді. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі кешімізді сағат 8-ге дейін дискотека. Енді тойбастарды әр столдан 5 кәмпит, 10 бауырсақ, 7 жақтық деп отырмайтын шығармыз, апалар, апалар үйтпейтін шығармыз, аға. Үйге қайтайық, апалар ертерек жаңағы жеңгелер өрістен сиыр қайтатын уақыт болды, үйге барып сиыр сауайық құрсын, қайтайық. Рахмет, жақсылықта, қуанышта келсейік, ағайын.